ламаның тестісін дайындаймыз. Ең алдымен жылы суымызға тұз сеуіп аламыз. Ұнымызды алып, оған жұмыртқа қосамыз. Растительный масло қосамыз. Және де жаңағы тұзды суымызды ақырын қосып, тесто илейміз. Суын ұнынан аздау қосамыз. Сол кезде бізде қатты тесто болып шығады. Илеп болғаннан кейін бетін жауып қойып қоямыз. 30 минутқа. Әр 10 минут сайын тестамызды алып, дәл осылай қайтарып илеп отырамыз. 2-3 рет илесеңіз жетеді. Тестамызды алып, оны экранда көрсеткенімдей кесеміз бөліктерге. Қоятын орнымызға подсолнечный маслоны жағып аламыз. Бір-бірден алып, тестамызды соза бастаймыз. Тесто пока қатты болғандықтан, ол онша қатты созу үшін біраз тынуы қажет. Сондықтан видеода көрсетіліп тұрғандай, созылғанша кішкене созып, қолымызбен жіңішкертіп, домалақ қылып, көк жасап орап отырамыз. Міндетті түрде бетіне сумай жағып отыруды ұмытпаңыздар. Ол тестоны жұмсартып, тынуына көмектеседі. Тыныған тесто тез созылатын болады. 10 минут тұрғаннан кейін астынан үстіне қарай аударып, бүресін алып, ақырындап созамыз. Үстелімізге дәл осындай әрекетпен, яғни движениемен флагманды созамыз тестамызды. Орап, міндетті түрде әр оралған тестамызға сумайды жағып отырамыз, және де оны салафанға дәл осылай орап қоямыз. Салафанда оралған тестоны 10 минут ұстағаннан кейін видеода көрсеткенімдей ақырындап соза бастаймыз. Бұл тесто тынып тұрғандықтан өте тез созылады. Тестамыздың бір жақ ұшын ұстап, екінші қолымызбен дәл осылай жинай бастаймыз. Егер созған тестаңыз жуандау болып жатса, онда дәл осылай жинап алып, 1-2 рет столға соқсаңыз болады. Дәл осылай қоямыз. Сотейникке ең алдымен су құйып аламыз. Оны қатты қайнағаннан кейін тұз және подсолнечный масло құйып, сақырлап қайнаған кезде тестамызды саламыз. Араластырамыз міндетті түрде вилкамен, себебі ол жабысып қалмау қажет. Бетін жауып, бірінші рет дәл осылай қайнап көтерілген кезде бірден тестамызды алып аламыз. Себебі бұл тесто созылған. Ұзақ ұстасаңыз ісініп кетуі мүмкін. Немесе бірден езіліп кетеді. Піскен тестамызға сумайды жағып, дәл осылай қолымызбен араластырамыз. Тестамыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.